Ал Асылжанның көңіл күйі қалай екен? Жақсы, Аллаға шүкір. Немен айналысып жатсыз? Кіммен сөйлесіп отырсыз? Кіммен? Иә. Ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқсыз. Сіз қандай жағдайда өтірік айтасыз? Қандай жағдайда? Иә. Білмеймін. Қиын ситуацияда айтатын шығар. Білмеймін дегеніңізге қарағанда көп өтірік айтамын деген сияқты болдыңыз. Жоқ, андай қиын ситуация, шыға алмай кетесің ситуациялардан ше. Сол кезде негізі өмірде көп өтірік айтпаймын. Айтпаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Потому что біз сол өмірден кешіп өттік қой сол жолды ше. Қандай жолмен өткен бәрі біледі ғой негізі жалпы. Иә. Түсіндірген болатынбыз. Сол жолдан өткеннен кейін қазір постараюсь шыны керек ешкім көңілін қалдырмауға и өтірік айтпауға. Қандай жағдай болса да шындықты айтуға, иә? Иә, сол үшін өтірік айтпаңыздар, ол әдетке айналып кетуі. Сабақ алып сабақ алып енді постараемся қазір жақсы жағына қарай өзгертуге. Негізі 1,5 жыл болды. Негізі ол жолмен өткенмен мен 5 жылдай ма сол жолда жүрдім ғой. Ол маған жеңіп шығуда оңай болған жоқ. Қазір онымен әлде арпалысудамын. Әлде күресудеміз. Жарайды. Сіз қандай қыз күтесіз? Мен айтқандай 18 пен 25 жас аралығында негізі желательно 25-те маған чересчур үлкен болсын. Мәссаған. 25 жастың өзі үлкен болды. Сол себепті 18 мен өзгертейін деп отырмын. 18 мен 23 жас аралығы. Мәссаған. Мысалы Айгүл 26-та. 26-та енді ол жағын білмеймін енді. Олай болмайды, иә? Олай болмайды негізі, иә. Олай болмайды деп ойлаймын. Негізі максимум 4 жас, 3 жас аралық дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қыз баласы 2 жылға ерте жетіледі. Жақсы болды. Кеше біраз өкпе ренішіңізді жазыпсыз. Иә, сторисқа. Қандай болды? Қандай болды? Болады ғой, үйге барып, мына жерде ашумен не айтылған білмей аласың да, үйге барып алдынан шығады видеолар өзі. Сөйтіп соны қарап отырған кезде, оказывается, мынандай сөздер айтылған екен ғой деп болады да. Обидно болады екен, когда сенің жаныңдағы адам, ол хоть досың болсын, хоть таныстықтағы адам болсын, саған сен төмендетіп, саған қарсы айтып отырған. Сол үшін может осы уақытқа дейін одан да жаман комментарийлер айтылған шығар, жазып оқылған шығар, но именно мына сторонадан поддержка болмай тұрғаны, может сол көңіліңізді түсірді, иә. Именно мынандай ғой, типа 20% деген нәрсені айтып жатыр да бәрі. Мен жүрекке жеткен нәрсені айтып жатырмын да, материалды тұрғыда, сыйлығы. А так, я жаңа қыдырту, бірдеңке, сыйлықтар туралы емес. Әңгіме ол жаққа келетін болсақ, ол басқаша бағаланады деп ойлаймын, материалды нәрселер. Ал жаңа жүрекке келіп жатқан нәрсені айтып жатырмын. Адаммен адамның сөйлесуі, бір-бірін тануы, сол жағын мен 20 деп айтқан болады. Шүкірсіз болып көрініп қалдым ба? Білмеймін, болса солай көрінсін енді. Бірақ Кісіде 50 деген жоқ, 21 деді ғой. 20 мен 21-дің аса бір айырмашылығы жоқ. 21 күз суығы жанымды толтырады. Солай өзіңіз, короче. Ол да, оказывается, стористер салып жатыр екен сонда. Деп қалдым. Ладно. Төмен болып кетпесе болыпты әйтеуір. Мен өзімдікіне, білмеймін, не отвечаю. Жоғарламайтын сияқты соған қарағанда. Мәссаған. Қалай олар екен, енді келесі ортаға шыққанда құрметті оқырмандар білетін боламыз. Жеке сөйлесу бола ма, жоқ па, алдағы уақытта бәрін бірге